Баршаңызға сәлем. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Колокольчик басып қойсаңыздар, ең бірінші менің видеомды көріп отыратын боласыздар. Бүгін біз ерекше дәмді тамақ дайындайтын боламыз, яғни горшочектегі жаркое. Мінекей ішін ашқан кезде осылай сочный болып, әдемі болып піседі. Горшочегі жаркоемен бірге нан ретінде екеуі бірге желінетін болады. Ол үшін бізге начинкасына ет, 2 сабыз, 2 кішкене картошка, пияз и болгарский керек болады. Мына жерде мен қамырды алдын ала дайындап қойған болатынмын. Оған не қосу керегін астына қалдырып кететін боламын. Мінекей начинкамызды дайындап жатырмыз. Ет кубиктап туралған. Одан кейін картошка, сәбіз, болгарский тәтті перец, яғни барлығын кубиктап турап алып үстіне салдым. Және де дәміне қарай тұз, сосын әртүрлі приправалар салдым. Барлығын жақсылап араластырып аламды. Сосын пиязымызды да, туралған пиязымызды да қосып, барлығын араластырып, начинкасын дайындап алатын боламын. Мінекей начинкамыз дайын, енді қамырына кірісетін боламын. Қамырын теңдей 2 бөлікке бөліп аламын. Теңдей 2-ге бөліп алғаннан кейін 2 бөліктен де азғантай бір бөлігін кесіп алып қоятын боламын. Ол бізге бетіндегі косичкасына и ұстайтын ручкасына керек болады. Горшочегіміздің бөліп алғаннан кейін қамырды жайлап, қатты жұқа емес, средний қылып жаятын боламыз. Мінекей жайылды қамырым. Жайылғаннан кейін осындай үлкен кесеге үстіне қойып аламын қамырымды. Қойып алғаннан кейін жаңа начинкамызды салатын боламын. Мінекей салдым начинкамызды, үстіне сливочный май салып жіберемін, чтобы тамағымыз сочный болып шығу үшін. Мінекей бір-біріне жабыстырып противнизге екеуін бірге қойып алатын боламыз. Енді 2 горшочек шықты. Осы количество начинкамен қамырдан. Мінекей енді бұның үстіне жаңағы косичкасы мен ручкасын жасайтын боламыз. Қамырды бір-біріне осылай орап косичка дайындап алдым. Горшочегіміздің үстіне қойып шығатын боламыз. Домалағын да үстіне қойып қоямыз. Мінекей осындай 2 горшочек пайда болды. Енді бұны жақсылап жұмыртқаның сарысымен барлық жерін жағып шығатын боламыз. Мінекей жағып болдық. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге 1 сағатқа қоятын боламыз. 1 сағаттың ішінде пісіп шығады. Мінекей менің ерекше көрінетін горшочектегі жаркое тамағым дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі, необычный болып шығады. Жақындарыңызды осындай әдемі, необычный, әсерлі тамақпен қуантыңыздар. Менің рецептім бойынша міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді, өте әдемі болып шығады. Қараңыздар, достар. Мінекей осындай керемет темінде горшочектегі тамақ шықты. Ас болсын баршаңызға. Менің каналыма жазып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.